Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Мадина Әбілқасымова 5 қыздың өліміне қатысты пікір білдірді. Министрлік декреттегі аналарға төленетін жәрдемақының мерзімін ұзартуды ұсынбақ. Астана Қызылорда бағытындағы пойыз қатты аяз салдарынан станцияға қайтарылды. Универсиада 2019 ойындарындағы Қазақстан құрамасының формасы қандай болмақ? Осы және өзге де жаңалықтар алдағы уақытта Genius'та. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Мадина Әбілқасымова 5 қыздың өліміне қатысты пікір білдірді. Бұл сұмдық трагедия еліміздегі әрбір отбасы үшін қайғы. Барлық туысына көңіл айтамын. Ана ретінде мұның қандай ауыр тиетінін және орны толмас қаза екенін түсінем. Оларға күш, сабыр берсін деді министр. Сондай-ақ Әбілқасымова министрліктің көп балалы және аз қамтылған отбасыларға әлеуметтік қолдау көрсету мәселесінің тиімділігі мен оның сапасы бойынша жұмыстарды жалғастыратынын атап өтті. Әбілқасымова 4 ақпанда оқиға орнына барып, қыздарынан айырылған отбасының туыстарымен кездескенін және министрлік ұжымының отбасына қолдан келер көмек көрсететінін айтты. Естеріңізге сала кетейік, 4 ақпанда Астанада жекеменшік үйдегі өрт салдарынан 5 бала қаза тапқан еді. Қайғылы оқиға Сарыарқа ауданы Шыңғыстау көшесінде болды. Өрт шағын баспанада болған, алайда отбасы осы үйде 4 жыл бойы тұрып келген. Министрлік декреттегі аналарға төленетін жәрдемақының мерзімін ұзартуды ұсынбақ. Еңбек және әлеуметтік қорғау вице-министрі Светлана Жақыпова ведомствоның бала күтімі бойынша жәрдемақының төленетін мерзімін 3 жасқа дейін ұзарту мәселесін көтермек екенін мәлімдеді деп хабарлайды Тенгриньюс.kz порталы. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі декреттік демалыстағы әйелдерге жәрдемақы төленетін мерзімді ұзарту туралы мәселені бірнеше рет көтерген еді. Бюджет қаражатының көлемін ескере отырып, республикалық бюджет комиссиясына өтініш бердік. Барлық ұсыныс, барлық жаңалық мемлекеттің экономикалық мүмкіндігіне байланысты. Ендігі қайтадан ұсыныс жасайтын боламыз, деді Жақыпова. Шетел жаңалықтарынан Вашингтон метросының Раслин станциясында қуатты жарылыс болды. Бұл туралы хабар Breaking in Life Twitter аккаунтында жарияланды. Куәгерлердің айтуынша жарылыс өте қуатты болған. Арнайы қызметтер жақын маңдағы көшелерді жауып тастады. Автобус жүргізушісінің айтуынша бұл трансформатор болуы керек. Newsflash порталының хабарлауынша трансформатордың жарылғанын полицейлерде растаған. Вашингтон метрополитені қызметкерлерінің сөзіне қарағанда, бұл оқиға жерасты көлігіне қатысты емес. Келеңсіз жағдайдың егжей-тегжейі тексеріліп жатыр. Әзірге зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. 5 баланың өліміне қатысты үй иесі 7 жылға дейін сотталуы мүмкін. Ал бұған дейін төтенше жағдай мамандары орнатылған пеш қауіпсіздік талаптарына сай келмейтінін айтып, бірнеше рет ескерту жасалғанын хабарлады. Соңғы рет 1 аптадай бұрын ескертіп кеткен. Өрт талаптарына сәйкес келмеген деп комиссия анықтаған жағдайда, онда нақты осы оқиға бойынша бұл азаматтар үйді жалға бергендер қылмыстық кодексте көрсетілген 292 баппен, яғни 2 бөліміне қатысты жауапкершілікке тартылады. Онда 2 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе бас бостандығынан сол уақытта айыру жазасы қарастырылған. Бұған дейін Ішкі істер министрлігінің орынбасары әкесінің түнгі уақытта жұмыста болған-болмағаны анықталып, жұмыс берушіде сұралатынын айтқан еді. 5 қызынан айырылған Евгений Ситер Талапкер көшесінде орналасқан көлік жөндеу станциясында жұмыс істейтінін айтқан. Алайда атауы жоқ станцияда абалаған иттен өзге жан иесі көрінбейді. Ал Ішкі істер министрлігі жұмыс берушіге қатысты тергеу жұмыстары жөнінде қандай да бір ақпарат беруден бас тартқан. Астана Қызылорда бағытындағы пойыз қатты аяз салдарынан станцияға қайтарылды деп хабарлайды Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының баспасөз қызметі. 35 градус аяз салдарынан нөмір 92 Астана Қызылорда бағытындағы пойызды Айсы станциясында тоқтатып, Қарағандыға қайтару туралы шешім қабылданды. Тасымалдаушы компаниялардың айтуынша, жолаушылар билетін қайтарып, оған төленген ақшасын 100% қайтарып ала алады. Ал Қызылордаға жолын жалғастырғысы келгендерге нөмір 86 Астана Сарыағаш пойызымен жолға аттану ұсынылды. Тоқтатылған пойыздың жолаушылары үшін Астана Сарыағаш пойызына 6 купелік вагон қосылды. Ал қайтарылған билеттерді қабылдау үшін Қарағанды станциясына қосымша кассирлер жұмысқа тартылады. Сонымен қатар тасымалдаушы компанияның баспасөз қызметіндегілер жолаушыларға тегін тамақ ұйымдастырылғанын айтты.
Астана қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы хабарлауынша, температураның төмендеуіне байланысты 6 ақпан күніне сәйкес үсік шалу салдарынан бір тәулік ішінде медициналық көмекке 14 адам жүгінген. Оның 12-сі медициналық ұйымдарға жедел жәрдем бригадасымен жеткізіліп, қалған екеуі өзіндік қаралумен келді. Көмекке жүгінгендер арасында 10 ересек адам және 4 бала бар. 2017 жылға бір бала нөмірі 2 қалалық балалар ауруханасына госпитализацияға түсті. Денсаулық жағдайы орташа қалыпты. Қалғандары мекен жай бойынша амбулаторлы емдеуге жіберілді. Биылғы жылдың қаңтар айында медициналық сақтандыру қорына 7,6 миллиард теңге көлемінде жарна түсті. Жүйе іске қосылған 2017 жылдың 1 шілдесінен 2019 жылдың 31 қаңтарына дейінгі аралықта жинақталған жарнаның жалпы сомасы 140,52 миллиард теңгені құрады. Оның 131,86 миллиард теңгесі жұмыс берушілердің аударымдары болса, қалған 8,66 миллиард теңге жеке кәсіпкерлер мен азаматтық құқықтық келісімшарт негізінде еңбек ететін тұлғаларға тиесілі. Аймақтық тұрғыдан алғанда жарна төлеу жағынан бұрынғыша Алматы, Астана қалалары мен Қарағанды облысы көш бастап тұр. Жинақталған қаржы ұлттық банкте сақталады. Болашақта міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакеті шеңберіндегі қызметтер ақысын төлеуге жұмсалады. Еліміздің бас банкімен қаржыны сенімгерлік басқару туралы келісім бекітілген. Жапонияда шошқа тырысқағы өршіп тұр. Індет елдің негізгі Хансю аралындағы Нагано, Айти, Гифу, Сига және Асака префектураларына тарады. Жапонияның ауыл шаруашылығы, орман және балықшылық министрлігінде өткен шұғыл отырыста ведомство басшысы Такамари Йосикова жағдайдың күрт нашарлағанын жеткізді. Сәрсенбіде үкімет басшысының кеңесінде министрлердің полиция және қарулы күштер басшыларының қатысуымен шұғыл отырыс өткізу жоспарланған. Армия бөлімшелері сәрсенбі күні Айти және Сига префектураларындағы фермаларда 7,000-нан астам шошқаны жоюды бастады. Фермалардың айналасын полиция қоршап тұр. Шошқа тырысқағының бұл жолғы індеті желтоқсан айында Гифу префектурасында басталған. 2018 жылдың соңы мен 2019 жылдың басында онда 9,000-нан астам шошқа жойылғанымен бұл оның таралуын тоқтатқан жоқ. Универсиада ойындарының әлеуметтік желідегі ресми парақшасында Қазақстан құрамасы формасының суреті жарияланды. Қазақстандық спортшылардың формасы қара алтын түсте тігілген. Ұлттық тудың суретінен бөлек, онда КАЗ деген универсиаданың эмблемасы бейнеленген. Айта кетейік, қысқы универсиада ойындары 2-12 наурыз аралығында Красноярск қаласында өтеді. Универсиада студенттер арасындағы өтетін халықаралық спорт жарысы. Соңғы рет универсиада ойындары Алматыда 2017 жылы өткен еді. Ол кезде Қазақстан құрамасы 2-ші орынды иеленіп, 11 алтын, 8 күміс және 17 қола медаль алған болатын. Ал биыл универсиадаға 3,000-нан аса адам қатысады. Сейсенбі күні Лондон мен Нью-Йорк биржаларында өткен сауда-саттық қорытындысы бойынша мұнайдың бағасы төмендеді. Лондондағы Ice Futures биржасында сәуір айында жеткізілген Brent маркалы мұнайдың фьючерстері $0,71 төмендеп, $62,11 құрады. Нью-Йорк тауар биржасында наурыз айында жеткізілген WTI маркалы мұнай бағасы $0,9 арзандап, баррелінің бағасы $53,66 болды. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларына 96,200 теңгеден сыйақы түсті. Сыйақы мөлшерінің артуы салымшылардың қатарының көбеюінің арқасында, дейді банк басшылығы. Өткен жылдың қорытындысы бойынша тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің 1,38,869 салымшысына мемлекеттік сыйақы түсті. Барлығын қоса есептегенде 28,6 миллиард теңге аударылыпты. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 5,6 миллиард теңгеге артық екен. Банк басшылығының айтуынша бір салымшыға берілетін ең көп сыйақы 96,200 теңге. Оны бір жыл бойы 481,000 теңгеден асырып жинаған 202,900 салымшы алды. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі халыққа пәтер алуға көмектесетін еліміздегі жалғыз банк. Осыған орай салымшыларға жыл сайын берілетін сыйақы олардың пәтерге жедел қол жеткізуіне жәрдемдеседі. Әзірге осы, ал сіздердің бізбен бөлісетін жағымды жаңалықтарыңыз болса, төменде көрсетілген электронды адреске жолдасаңыздар болады.